үй сатылады екен. YouTube каналыңа салып берсең деген өтініш жасады біздерге. Ал ендеше біз жаңа контентті бастадық. Ал мінекей біздің Алматы облысындағы Ұзынағаш қаласындағы Қарасу көшесі. Продам дом үй сатылады деп жазып қойған. Міне камерасын көріп тұрсыздар. Міне камераға жақындайықшы, содан кіреміз, иә. Мына камераның бәрі істейді. Түсіріп тұр, міне камера екі жақты көргендеріңізде. Міне. Ішке кірейік онда әбеке. Ұзынағаш село Ұзынағаш қой, иә? Иә, ішке кірейік. Селосы неке продам бөліп тұр. Үйдің ауласына қарай кетейік. Мына жақта салынып жатқан екінші үй бар екен. Ар жақта, иә. Үйдің ауласы. Көлік қоятын орын. Так, алдында прихожка бар, иә? Прихожка ма, иә? Салынып отыр. Иә. Мынау навес көріп тұрғандарыңыздай. Мынау мысық. Үйдің мысығы мысық. Қосылып беріле ма, берілмей ма, бірақ білмеймін. Анда кірейік онда әбеке, сенің артынан жүріп отырайын мен. Кіре берейік, иә, рұқсат болса. Жақын мынау үйдің ауыз, мынау кухня. Көріп былай қарай жылжып. Былай қарай кухня. Мынау спальня бөлме ме? Спальня бөлме. Көргендеріңізде. Мынау спальня бөлме. Мынау санузел. Детский, да? Мына жақта спальня бөлме міне. Ішінде түсірген. Көріп тұрғандарыңыздай. Үйдің өзі іші жақсы жағдайда. Балалар бөлмесі демалын дейді. Мынау санузел. Көргендеріңізде мінекей мында. Короче. Жалпы үйдің ішіне евро ремонт жасалған екен көріп тұр мына жерде. Енді обой жабыстырылған, ондай бір түсіп атқан, не қылып атқан заттарды көріп атқан жоқ. Құрғақ екен. Үйдің іші құрғақ. Үйдің іші құрғақ дейді, сырыс жоқ. Газ. Иә, үйдің іші газ бен. Газ бензин деп. Түсіре берсе. Ал мына жерде қонақжай бөлмесіне кірдік, залға. Үйдің іші құрғақ екен негізі. Сырыс жоқ, барлығы жақсы. Иә, мына жақта да. Қонақ бөлме. Мынау холл дей ма дейтін еді, былайша жаңа бөлме. Зал. Мынау зал. Мынау зал, мынау холл. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Таза ешік бір іші. Көп құрғақ екен іші. Иіс жоқ, ешқандай не жоқ. Қалай айтсам екен. Байланыс нөмірді. Үй қожайын байланыс нөмірі бар. Мына жерде газ котел. Тағы да бір түсірілген, егер көрмей жатқандар болса. Міне. Туалет. Қол жуатын жер. Спальня түсірдің бе сен? Спальня түсірдің. Мынаны көрсетейік, мынаны. Камераның. Құрметті достар, камераны айта кеттік қой. Өзің айтшы. Үй деген енді 360 градус бақылауда ғой, былайынша айтқанда. Қай жерден ұрғары кіре ма, кіре алмай ма, кім келеді, қонақ келе ма, бәрін қарап отырасыздар. Жақында осы камераны қалай айтсам екен? Жаңа дос баладан сұрағам ғой. Осы камера қойса қалай болады үйде депші. Ой, керемет дейді, жаңа қожайыннан да сұрап отырмын. Камераңыз істеп тұрмасам, ой, істейді. Көрген кеткен, көшеде жүргеннің бәрін көрсетеді деді ғой. Жануар ма, адам ба, барлық нәрсе, үйдің мысықтары, барлық нәрсе мына жерде түседі. Және камера 1040 деді ма? Қанша качествомен түсіреді? 1080. Міне, әбеке енді өзің айтып жер енді. Мына үйді көріп тұрсыздар, жаңа түсіріп шықтық ішінен. Мына үйдің сырттағы көрінісі жалпы территориясы дейді ғой, былайынша айтқанда. Үйдің арты. Үйдің арты. Бағасы 12 миллион 700. Енді саудасы жалпы 12 миллиондарға келеді. Телефон байланыс нөмірін қалдырамыз. Байланыс нөмірін қалдырамыз видеоға. Бетіп арт жағын түсірейік жүр.
Так, міне үйдің арт жағы осындай. Ағаштар егілген екен. Міне үйдің арт жағы. Арты мынандай кірпішпен қаланған. Колоннамен кірпішпен көмтіп. Үйдің мінекей. Міне Алты жағында. үйдің жері осыдан мына оңға қарай, міне көргендеріңізде былай қарай кетеді. Үй осы жақта. Осы үйді 12 миллион 700 деп айтып отыр. Ұзынағаш ауылында, село Ұзынағаш дейді, өзіңіз білетіндей. Жамбыл ауданы. Қарасу көшесі. Иә, Қарасу көшесі. Үйдің номері қандай? Білмеймін енді номерін қазір тауып алады. Телефон номерге хабарласса айтып береді ғой. Жақсы ғой, көп адамдар үйлерінің алды. Міне мында Қарасу 56. Көше асфальт мынандай. Саламатсыз. Міне көргендеріңізде. Ұзынағаш ауылында Қарасу 56. Асфальт көшенің бері айтпақшы, міне газ бар, камера бар. И жалпы осы міне ар жақта таудың суреті көрініп тұр, міне. Жалпы не деуге болады? Хабарласып, келісіп алсаңыздар болады. Бір жақсы ұнап тұрған жері асфальт екен мынау. Асқар не дейсің ба? Асфальт дейсің ба? Асфальт машиналар өздеріңіз білесіздер ғой, машиналарға өте жақсы, ходовкаларыңыз аман жүреді. Шаңғымайды үйдің. Жағдай барынша енді асфальт жерден алған дұрыс. Жалпы сол енді кішкене балалардан байқау керек, бірақ жүгіріп шыққанда балалар ойнап жүргенде ар жақта балалар жүр көргендеріңізде, содан байқау керек. А так былай асфальт вообще күшті.